Бізге жаңа ғана қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін бізде студиямызда қонағымыз Жүсіпбек Аймауытов атындағы театрдың жас әртісі Тасболатова Айзана Жақыпқызы келіп отыр. Саламатсыз ба, Айзана? Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Енді жалпы кешегі өткен премьерадан кейін енді арнайы шақырттық сіздерді. Енді жалпы премьера қызықты өтті деген ойдамыз. Өзіңіз жалпы тоқталып өтіңізші. Қалай өтті? Жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Себебі біз қолымыздан келгенше тырыстық, режиссердің, басшылардың сенімін ақтадық деп ойлаймыз. Жалпы Петропавл театрынан келген Батырбек Шамбетов режиссерға рахметімізді айтамыз, алғысымызды білдіреміз. Және де театр басшыларына, Арман ағай мен Ерлік ағайға осындай режиссерді бізге шақыртып, осындай қойылым қойып жатқанына біз рахмет айтамыз. Жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Енді спектакльға тоқталып кетсек, премьераға қанша уақыт дайындалдыңыздар, жалпы қанша актер қатысты, артист қатысты, сол төңіректе сөз қандай шығарманың аясында болды дегендей? Біз 1,5 ай көлемінде дайындалдық, бірақ та 1,5 айдың ішінде бізде басқа да қойылымдар қойылды. Алматы қаласынан театр сыншысы келді, оған күніне 2 спектакльден көрсетіп отырдық. Сондықтан да бізде уақыт тығыз болды, бірақ соған қарамастан біз шығарып үлгердік деп ойлаймын. Негізі бұл Карло Гальдонидің Венециялық егіздер қойылымы Делиарте стилінде қойылған, пафоспен ойнау керек болатын. Сол сіздердің ойларыңыз қалай, жақсы өтті ма? Кеше көрдіңіздер ме? Әрине керемет өтті деген ойдам. Негізі жалпы байқағандай көтеріңкі көңіл күйде өтті барлығы. Комедия. Шат-жанмен көңіл күйде шықты, керемет. Жалпы бұл басқа қойылымдардан ерекшелігі бар ма? Өйткені бұл Делиарте комедиясы, Делиарте стилінде. Мысалы басқа комедияларда біз өмірдегідей сөйлейміз, ал мұнда біз пафоспен әсірелеп сөйлеу керекпіз, әсірелеп тез-тез темпоритм дейді ғой, сол сияқты. Сондай-ақ кеше байқағанымыздай көрермендердің арасында артистеріңіз енді жүріп жүрді. Осыны қалай түсіндіруге болады? Бұны режиссердің шешімі. Бұл комедия свободный дейді ғой? Еркін. Еркін. Артистерге еркін өзін ұстау керек, бұл сахнада еркін ұстау. Бұрында далада қойылған, Делиарте далада қойылған қойылым ғой, бұрында солай қойылатын. Сондықтан да біз еркін жүрдік, көрермендермен байланыста болуымыз керек болды. Тығыз байланыста болу керек. Жаңағы менің сұрағым, қанша артист қатысты жалпы бұл? 15-ге жуық. Керемет, жалпы осы басқа да қойылымдар деп жатсыздар. Айтып өтіңізші, енді басқа да қойылымдарға дайындық қалай болып жатыр? Алла қаласа осы наурыз айынан бастаймыз. Қалай еді, бір жақсы ертегі қойылайын деп жатыр. Ұлы даланың 7 қыры. Сондайға ойлаймыз. Бағдарламасы аясында. Жалпы біздің көрермендерімізге осы премьера туралы қысқаша айтып өтіңізші. Желісі, Мысалы, мен барған жоқ, мені қызықтырады желісі. Мысалы, ол көрерменге не береді? Қоғамда, мысалы, мүмкін қоғамда болып жатқан белгілі бір жағдайлармен байланысты шығар, Ол жерде отырған әр көрермен өзін сіздердің рөлдеріңізде байқай ала ма, әлде жалпы желісіне тоқталып өтсеңіз? Негізі бұл комедия өте өзі басқа қойылымдарға ұқсамайтын өзгеше комедия деп өзім есептеймін. Сондықтан да әрбір келген қонақтар көрермендерге қызық болады. Себебі бұл жерде адамның екі бейнесі, мысалы Танина мен Дзанетта, мысалы екі егіз адамның рөлін бір адам ойнап шығады. Сонымен қызықты болады деп ойлаймын, себебі махаббатын іздеп келгенде егіз болғандықтан кейбір кейіпкерлер бұларды шатастырып алады. Сол жері қызықты болады, күлкінішті жерлері өте көп. Жалпы менің ойымша біздің әртісте қиындыққа соққан жоқ па? Мысалы, бір адам екі рөлде сомдайды. Әрине қиын. Сөзді жаттау, екі адамның мысалы образын алып шығу да оңай дүние емес. Сөзді жаттау дегенде мұнда бізде режиссердің айтуы бойынша сөз басты болған жоқ. Мұнда импровизация.
жалпы импровизация болды. Өйткені свободный, еркін ғой. Еркін, иә. Свободный импровизация. Не істегің келеді сахнада, соны істейсің. Бірақ та сен оның мағынасын түсініп алу керексің. Жалпы не айтқың келіп тұр. Сол мағынада соған ұқсас сөздеріңді де қосуға болады. Бір тоқталып қалған текст жоқ. Ал өзіңіз кеше қандай рөл ойнадыңыз? Мен Беатричаның рөлін ойнадым. Бұл жаңағы егіз жігіттің біреуінің сүйіктісі. Мұнда ол сүйіктісіне мен саған үйленем деп уәде беріп кетеді де, сосын қайтып келгенде басқа біреуге танымай қалады. В общем, барлығын ашып айтпай-ақ қойын, бірақ өте жақсы. Ол үшін қымбатты көрермендер, сіздер Иә. біздің спектакльға, Жүсіпбек Аймауытов атындағы премьераға баруларыңыз керек. Жалпы спектакль болып жатыр, енді жалғасын табады ғой. Бүгін екінші премьераның екінші күні, және де 6 наурызда сағат 16:00-де үшінші премьера болады. Жақсы, иә. Қонақтарымыздың құлақтарына алтын сырға дейік. Иә. Жалпы енді өзіңіз жайлы тоқталып өтіңіз. Жалпы осы өнер жолына қалай келдіңіз, қашан келдіңіз? Мен 2010 жылы Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжі Алматы қаласына оқуға түскен болатынмын. Содан 2013 жылы оқуымды бітіріп, қазіргі мында БГП дейді ғой, институттың музыкальны мамандығына оқуға түстім. Арада 5 жыл өтіп, колледж бітіргеннен кейін, актер мамандығын бітіргеннен кейін арада 5 жыл өтіп, театрға келіп отырған жайым бар. Август айында жұмысқа кірдім. Қазіргі таңда өте қуаныштымын осы мамандықты таңдағаныма. Өйткені актер өнері екінің біріне бұйыра бермейді ғой. Қазіргі таңда мне Құдай бұйыртып 4-ші премьерам болып жатыр. Жалпы өнер жолына түсуге кім кеңес берді? Ата-анаңыз ба, жоқ әлде өз еркіңізбен бе деген сияқты? Ол өте қызық. 9-шы сыныпты бітіргелі жатқанда оқуға қайда барамын деп отырған едім, бір кезде теледидарды қарап отырамын. Содан кейін қызығып кеттім, кинодағы артистерге қызығып кетіп, өзім мамаға звондап, мам, мен актриса болып, жарайды қызым, онда мен сені Алматыға жіберем деді, Алматыға кеттім. Яғни бұл бір уақытта шешілген мәселе, бір уақытта шешілген не? Кейбір енді балалар мысалы кішкентайынан армандайды. Жоқ, менде ондай болған жоқ. Бірақ та мен сразу өзім бір уақытта шешілген дүние. Ал жалпы бұл саланың қиындығы да қызығы да бар, Сіз мысалы осында өткен жылда орналасқансыз, Осы қабылдау қалай болды жалпы сізді? Жас ретінде әрине сіздің тәжірибеңіз жоқ, ол уақытта. Қалай жалпы? Білмеймін. Енді әркім келіп бетіне айтпайды ғой, ешкім не ойлайтын. Бірақ та жақсы қабылдады деп ойлаймын, бірақ та өнер жолында көптеген қиыншылықтарды кездестіресің, жақсы адамдарды кездестіресің, қиын адамдарды кездестіресің дегенде, бұл осы өнерді, осы жолды таңдағаннан соң бәріне сынбай алға тек жүру керек. Жақсы, Қымбатты көрермендер, біз жалғастырамыз. Бүгін бізде естеріңізге сала кетейік, студиямызда Жүсіпбек Аймауытов атындағы театрдың әртісі Айзана Тасболатова келіп отыр. Сұхбатымызды жалғастырсақ, өрбітсек, жалпы жаңағы премьераны айтып кеттіңіз, өзіңіз үзіліс барысында жалпы түрлі сальто жасадым дедіңіз, түрлі айналмалар жасадым дедіңіз. Сол сәттерде, қиындық болған сәттерде сіз айттыңыз ба жалпы? Қайдан ғана келдім осы салаға, жалпы қайдан ғана осы театрға келіп едім деген өзіңізде ішіңізде өкініш болды ма? Жоқ, болған жоқ. Менде наоборот талпыныс болды. Мен бәрін істеймін, жасаймын, қолымнан келеді, докажу деп. Керемет. Жалпы мені бір қызықтыратын сұрақ туындап тұр. Жалпы актерлер, актрисалар рөлге кіру үшін қандай жұмыстар жасайды? Бейнебаян арасында сұхбаттасып едік. Айтып өтіңізші. Ең бірінші берілген рөлді талдайды. Бұл рөлді сен мен қалай көріп тұрмын, қай жерінде не істеуге болады. Мысалы, қай үлкен кісінің
рөлін берсе, немесе кішкентай баланың рөлін берсе, оны басқа сырттағы адамдарға қарап, оны талдап, іс-әрекетін байқап, соны айнаға қарап, үйде дайындалу керек біздіге. Осы уақытқа дейін жалпы сізде өзіңізге ұнамаған, бір қарама-қайшы, сіздің мінезіңізге қарама-қайшы бір образ болды ма сізде, мысалы, соны ойнап шығуға, мысалы, соны бір ішіңіз қаламаса да, соны әйтеуір бір ойнап шығу керек деп ойнадыңыз? Болды. Айта аласыз ба жалпы қандай рөл екен? Жоқ. Айта алмайсыз, Керемет. Жалпы алдағы уақыттағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз, гастрольдік сапар деген сияқты. Алдағы уақытта наурыз айында міне ертегі қойылайын деп жатыр, және де сәуір айында Құдай бұйыртса, біз Талдықорған театры, Талдықорған қаласына және де Алматы қаласына гастрольдік іс-сапармен барғалы жатырмыз. Және де біз сол жаққа кеткенде бізге бұйыртса Алматы қаласынан Чус театры, жасөспірімдер театры гастрольдік сапармен келеді. Ол жаққа барғанда қандай спектакльдермен жалпы барасыздар? Осы бүгін кеше премьерасы болған Венециялық егіздер бұйыртса, ғашықтар хикаясы, ғасыр қасіреті және де Әбілмансұр Сабалақ. Және де осы басталғалы жатқан бұйыртса премьерасы болатын ертегі. Керемет, жалпы осы қойылымдар дайындалған кезде бұл ең тез дайындалған қойылым ба? Жоқ. Бұдан да аз дайындалған қойылымдар болды ма? Аз уақытта дайындалған. Мен оны мұнда көп жұмыс істемегендіктен білмеймін, бірақ та біз мұнда ең бірінші читка болады ғой бізде. Сахнаға шықпай, жай кабинетте отырып оқимыз, талдаймыз. Сол бізде аз болды. 1-2 күн ғана болды, сол кезде біз бәріміз таңғалып қалдық. Неге осылай? Бұл режиссер басқаша жұмыс істейді екен деп. 2-3 күні біз уже выгородкаға шығып, сахнаға шығып, сөйтіп дайындалып кеткеннен кейін бізде бұл жақсы деңгейде өтіп, біз сахнада 1,5 ай жұмыс істегендіктен. Ал кейбір, мысалы, оның алдындағы спектакльдерде біз 2 жұмалап читкада отыратынбыз. Содан кейін 2 жұма қалғанда сахнаға шығып, тез-тез шығарып, сондай болатын. Жалпы өзіңіздің театрлық мансабыңыздағы қызықты оқиғалар болды ма? Қызықты оқиғалар? Үлгермей қалған, құлап қалған, сөзді ұмытып қалған мәселе? Жоқ, сақтасын, сөзді ұмытып қалған, құлап қалған жағдай әлі болған жоқ, болмайды деп те ойлаймын. Болмасын да, иә. Жалпы әр әртіс, әр сахна саңлағы дейді ғой, мысалы үлкен әртістер болсын, әрқашан осы теледидардан айтып жатады. Мен өмірімде осындай рөл сомдадым, бұл рөл маған мен жаныма жақын рөл деп. Ал сіз өзіңіз жас болсаңыз да, армандаған ойыңыздағы бір рөл бар ма? Шіркін болашақта осыны сомдасам ғой, осы бір айта аласыз ба, қандай рөл? Баян сұлу. Баян сұлудың рөлі. Иә, және де енді жасым кіші болғанмен, қайткенмен де маған ана жер ана қойылымы қатты ұнайды, ананың рөлі. Мен жасым келмейді оған үлкен кісілердің ойнайтын. Бірақ болашақта ол әлі болып сомдап жатса. қаламын деп. Керемет. Жалпы енді біздің студиямызға уақытыңызды бөліп, таңғы уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге бір алғыс білдіреміз. Жалпы енді сізге шығармашылық табыс тілейміз. Енді жас әртіс болып жатырсыз, жастар жылы деп жатырмыз. Алдағы уақытта биік белестерден көріне беріңіздер. Сондай-ақ біздің осы таңғы эфирімізді сіз үшін есігі әрдайым ашық деп айтқымыз келеді. Жаңалықтарыңыз болса, бізге әрқашан келуге болады. Біз сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Жақсы рөлдеріңіз өте көп болсын. Биіктерден көріне беріңіз. Бір сөзбен айтқанда премьера сайын жүздесіп отырайық дейік. Керемет.